Біз Қазақстан Республикасындағы жаңа ашылған үлкен мешітке бара жатырмыз. Соны сіздерге көрсету үшін осындай кіші влог жасаймыз. Осындай бір кішігірім видео жасап жатырмыз. Қызық болады деп үміттенеміз. Жаңағы Абу-Даби жақында ашылады. Бүгін 11-ші қыркүйек. Сапаға қарамаңыздар. Осындай қаланың мешітке бара жатқанын сіздерге түсіріп жатырмын. Әр ауылда көріп отырсаңыздар, көріңіздер. Батыс, шығыс, орталық, оңтүстік. Мына Түркістан көшесі. Бөлім жолдан Түркістан көшесінің бойымен келеді. Мына Экспо. Қалай кіреді екен, а? Біз осы жерден кіріп жатырмыз, себебі кішкене жаяу жүріп барамыз. Ал енді біз Мәңгілік елдің бойынан Анджелер деген ЖК. Осы жерден біз мешітке келе жатырмыз. Кәдімгідей Дубай болып тұр мына жер. Какое мороженое? Нет, конечно, ты же кашляешь. Сөйлемейміз, холодно. Поражает масштаб. Нет, берги.
жүріңдер. Alihan, yürü git beni. Alihan, yürü git. Berkil, Aziz Berkil. Karşımızda gör. Assalamualaikum. Ой, الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول мұсылман күйде ғана жан тапсырыңдар дейді. Бұл бізге үлкен сабақ болатын аят. Бізге Аллах Тағала қысқа сөзбен бүкіл өміріміздің мәнін түсіндіріп отыр. Өйткені адам тек қана мына жерде жан тапсыруымен
және тақуалықты байланыстырды Аллах Тағала. Тақуалық бұл жан тапсырған күйдегі жағдайымызды шешеді. Аллах Тағаладан әрдайым дайындалып жүру, яғни сыртымызға күнде таңертең үйден шығып бара жатқан кезде сыртымызға қарап, таза киіміміздерді киіп, жуынып, шайынып шыққанымыздай, адам жан дүниесіне де дәл солай қарауы, бұл тақуалық. Таза ұстау. Сіздерге ұнаған деп санаймын. Каналға подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар.